Сәлеметсіздер ме, құрметті қарасайлықтар. Біздің өткен шығарылымызда сіздерге байқау жариялаған болатынбыз. Мінекей бір апта уақыт өтіп, сол байқаудың жеңімпазын анықтайтын сәт келді. Енді өз байқауымызды бастасақ. Мінекей, мынау біздің Instagram парақшамыз. Бір апта бұрын жариялаған шығарылымызды қазір ашып, тексеріп алсақ. Мінекей. Сәлеметсіздер ме, құрметті. Міне осы шығарылым астында да біздің оқырмандарымыз пікір қалдырып, 3 досын белгілеген. Міне сілтемесін алып, біздің арнайы рандомайзер сайтына жүктесек енді. Мінекей сілтеме жүктелді. Енді жеңімпазымызды анықтайық. Керемет. Міне Мәке 2507 деген біздің оқырманымыз жеңімпаз атанып отыр. Міне Мәке өз 3 досын белгілеп біздің шартымызды толықтай орындаған. Енді біздің парақшамызға да жазылған. Дұрыс, шартты орындаған. Толық аты жөні Мәулен Арланұлы. Мінекей, Мәулен, сізді құттықтаймыз. Біздің байқауымыздың жеңімпазы атандыңыз. Ал енді, құрметті көрермендер, бұл жолға біздің шығарылымыз Райымбек ауылдық округінде жалғасатын болады. Арнамыздан алыстамай, жағымды пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Естеріңізге сала кетсек, біздің жобамыздың демеушілері Қарасай аудандық және Қаскелең қалалық әкімдіктері. Қай жерге дейін? Қазір сіз тегін такси деген бағдарламаға келіп тұрсыңыз. Қазір мен сізді Ташкентскийге дейін жаңағы тегін апарып тастаймын. Оның үстіне сізге сол жол бойында ақша ұтып алатын мүмкіндік беремін. Ол қалай? Мен сізге қазір жол бойында 3 сұрақ қоямын. Әр сұрақ бізде 500 теңгеден болады. Және ол сұрақтардың нұсқасымен болады. Соны таңдап, жолда ақша ұтып барсаңыз болады. Бірақ қазақша жақсы сөйлемеймін ғой. Жоқ, жарайды. Ең бастысы түсінсеңіз болды ғой, сұрақтарды түсініп, жауап берсеңіз болды. 1, 2, 3 деп нұсқаны таңдасаңыз да болады. Ал бірінші сұрақтан бастайын сізге. Тыңдаңыз. Райымбек ауылы бұрын қандай ұлттың атауымен аталды? Нұсқалары: татар, өзбек, ұйғыр. Қазақ жоқ, е? Вот это поворот! Өзбек. Өзбек деп ойлайсыз, е? Бірінші, наверное. Біріншісі татар деп ойлайсыз, е? Наверное. Нақты нұсқаңыз татар. Өзбек шығар? Өзбек деп ойлайсыз бе? Соны қабылдай берейін, е? Қабылдай беріңіз. Онда дұрыс жауабын тыңдайық. Дұрыс нұсқасы өзбек. Керемет. Ештеңе етпейді. Бұл енді ғана бірінші сұрақ. Ал енді екінші сұрақты қояйын сізге. Тыңдаңыз. Абай ауылының тумасы және бұрын Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болған азаматты атаңыз. Нұсқалары: Амангелді Шабдарбаев, Кәрім Мәсімов, Әділ Шаяхметов. Ортасы. Екіншісі бар. Кім? Екіншісі. Кім аты? Мәсімов па? Кәрім Мәсімовті ойлайсыз ба? Кәрім Мәсімов емес па? Амангелді Шабдарбаев. Амангелді Шабдарбаев, иә? Нақты жауабыңыз. Қабылдай берейін. Оны дұрыс нұсқасын тыңдайық. Дұрыс нұсқасы Амангелді Шабдарбаев. Ой. Ештеңе етпейді. Керемет, тәте. Керемет. Қазір сіз 1000 теңге көлемінде ұтысты ұттыңыз. Ал Мөлдір, 3 сұраққа жауап беріп көріңіз. Тыңдаңыз. Райымбек ауылдық округінде орналасқан Анағы құрмет мұражайының қандай ерекшелігі бар? Нұсқалары: ауданда орналасқан ең көне мұражай,
Елбасының құнды естеліктері сақталған Қазақстан рекордтары кітабының тізіміне енген. Наверное, үшінші. Қазақстан рекордтар кітабына енген. Солай деп ойлайсыз. Нақты жауабыңыз, иә? Екі деп қабылдаймыз. Екінші нұсқа, иә? Екінші шығар елбасының нелері сақталған. Құнды кітаптары сақталған деп ойлайсыз, иә? Аха, құнды естеліктер сақталған. Нақты жауабыңыз екінші нұсқа елбасының Иә. құнды кітаптары сақталған, иә? Ал онда дұрыс нұсқасын тыңдайық. Дұрыс нұсқасы Қазақстан рекордтары кітабының тізіміне енген. Өкінішке орай ештеңе етпейді, иә? Қазақстан рекордтары кітабының тізіміне Соны енген. ойлап тұрып ананда. Иә. Ештеңе етпейді. Сіз ұтыссыз қалған жоқсыз. Сізде қазір қоржыныңызда 5 теңге көлемінде ұтысыңыз бар. Және Сұраққа жауап берсе де бере бересіздер ме? әрине береміз. Тегін жеткізу біздің міндетіміз. Иә. Сондықтан Оны білгенде тышым алғанға дейін деп үйге жетіп қалады. Иә. Вот это поворот! Өкінішке орай бүгін біздің бағдарлама осы Райымбек ауылдық округінде ғана жүр. Мінекей, мен сізге айтқанымдай, сіз біздің 3 сұраққа да жауап беріп, міне керемет. Ой, рахмет. Иә. Алыңыз. Рахмет. Мінекей, сіздің ұтысыңыз. Иә. Рахмет көп. Сізге сәттілік тілейміз. Аха. Енді балаңызға айтсаңыз, YouTube-ты білесіз ғой. Иә, сол жерге тегін такси немесе Қараса инфо такси деп терсін. Сразу шығады. Қараса инфо kz деген. Рахмет. Аха, көп рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Мхм.